1/57 есепті шығарайық. Ағынсыз судағы жылдамдығы 25 км/сағат катер дейді. Яғни катердің меншікті жылдамдығы бұл, өзінің жылдамдығы да. 2 сағат ішінде өзен ағысымен, яғни өзен ағысы бойынша 30 км жүрген және ағысқа қарсы 20 км жол жүрген, және осы екеуінде 2 сағат ішінде жүрген екен. Өзен ағысының жылдамдығы қандай дейді. Ендеше шығарайық, бізде берілгені катердің жылдамдығы ол 25 км/сағат дейді. Және өзен ағысымен болса, катердің жылдамдығына біз қосамыз өзен ағысының жылдамдығын. Өзен ағысымен 30 км жүрген дейді. Яғни S1-тен 30 км. Одан кейін өзен ағысына қарсы дейді. Яғни біз катердің жылдамдығынан өзен ағысын алып тастасақ, өзен ағысына қарсы жылдамдық шығады. Ол бізде S2 дейік 20 км жүрген екен. Сонда өзен ағысын табыңдар дейді. Табу керек өзен ағысының жылдамдығын. Және бұл есептің тақырып бойынша бұл жүйе арқылы құрастырып шығару керек. Демек, бірінші біз жүйе арқылы шығару үшін бірінші түсініп алайық. Бізде жалпы қашықтыққа берілген, мұнан барлығын 2 сағатта жүрген дейді. 2 сағат. Қашықтықты біз S-тен V көбейтілген T формуласы арқылы шығарамыз. Осы жерден T-ны өрнектесек, T-тен S бөлінген V болады. Яғни қашықтықты жылдамдыққа бөлу деп. Енді осы жерде 1 сағаттың ішінде, осы 2 сағаттың ішінде, бір уақыттың ішінде екі түрлі қашықтықта, екі түрлі жылдамдықпен жүрген болса, онда біз мынау бойынша жазамыз. Т бізде 2-ге тең, 2 сағатқа тең Т. Енді мына жерде бізде былай болады. Т тең S1 бөлінген V1 қосылған S2 бөлінген V2. Яғни бір уақыттың ішінде екі түрлі қашықтықта, екі түрлі жылдамдықпен жүрген деген сөз ғой. Осы бойынша шығарамыз да, демек. 2 тең бізде S1-іміз бізде 30-ға тең. 30 бөлінген V1. V1 бұл жерде жылдамдық бізде катер жылдамдығы мен өзен жылдамдығын қосу арқылы жазуымыз керек. Яғни біз егерде катер жылдамдығын X деп алсақ, ал өзен жылдамдығын Y деп алсақ, онда X қосылған Y деп жазамыз мына жерге. X қосылған Y. X қосылған Y қосу S2. S2 бізде 20. Және бұл жерде екі жылдамдықты бір-біріне азайту керек. Яғни X азайтылған Y деп жазамыз. X азайтылған Y. Және бізде катер жылдамдық 25-ге тең, демек X тең 25. Міне осы екеу бойынша жүйе құрастырамыз да есепті шығарамыз. Ондай болса, ары қарай есебімізді осы жүйе бойынша шығара берейік. X-іміз 25-ге тең болған болса, онда мына X-тердің барлығын орнына 25-ті қойып шығамыз. Яғни 30 азайтылған 25 қосылған Y қосылған 20 бөлінген 25 азайтылған Y тең 2. Енді осы жерден ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім бізде екеуі екі түрлі болғандықтан екеуінің көбейтіндісі түрінде береміз. 25 қосу Y көбейтілген 25 азайтылған Y. Енді мына жерде азайтындысы жоқ. 25 азайту Y жоқ. Мына жерде болса 25 қосу Y жоқ. Енді осыларды көбейтеміз. 30-ды көбейтеміз мынаған. 30 көбейтілген 25 азайтылған Y қосылған 20 көбейтілген 25 қосылған Y. Және мына жерге де осыдан береміз. Сонда
мына бізге неге ұқсайды? 25 қосу y, 25 азайту y және көбейту. Қысқаша көбейту формуласына келеді. Яғни a қосу b көбейту b a минус b деген. A квадрат минус b квадратқа келеді. Демек 25-ің квадраты 625 бізде болады. 625 азайтылған y квадрат болады. Осы мынаған көбейтеміз. Сонда 2 көбейтілген 625 азайтылған y квадрат. Енді мынау бізде 625 азайтылған y квадрат бөлімінде алымында 30-ты 25-ке көбейтсек 750 азайтылған 30y қосылған мына екеуі бізде 500, мына екеуі бізде қосылған 20y тең мына екеуі бізде 1250, мына екеуі минус 2y квадрат. Енді 750 мен 500-ді қосатын болсақ, ол бізде бөлімін жазбай қосақ болады. Себебі бәрін соң көбейтіп жібердік. Енді 750-ге 500-ді қосатын болсақ, 1250, 30y, минус 30y плюс 20y, минус 10y қалады. Минус 10y қалады. Мына жаққа аударып жібереміз. Минус 1250. Мынаны да мына жаққа плюс қылып аударамыз. Плюс 2y квадрат тең 0-ге. Енді мына екеуі жойылып тұр. Бізде мына жерде 2y квадрат минус 10y тең 0-ге. Осы жерден 2y-ді жақшаның сыртына шығарып жіберсек, y минус 5-ге тең болады. Тең 0-ге. Енді мынау көбейтін болған кейін жеке-жеке көбейтеміз. 2y тең 0, y тең 0 дейміз. Енді y 0-ге бізде тең болмайды, сондықтан бұл жауапты алмаймыз. Екінші y минус 5 тең 0, y тең 5-ге. Яғни y-іміз бізде 5-ге тең. Y дегеніміз ол өзеннің жылдамдығы. Яғни жауабы бізде 5 километр сағат болып тұр екен.